Елі Терекбайұлы, есіңізде болса, өткен жолғы жер қойнауын пайдалану жөніндегі заңға өзгертулер енгізген кезде осыған ұқсас, дәл осыған ұқсайтын сұрақ болды. Есіңізде ме? Сонда мен оған қарсы болдым. Оның соңында Альберт Павлович қолдаған жоқ. Премьер маған көмектескен жоқ. Мен президентке барып тоқтаттым. Администрация президенті комиссия құрып, сол комиссияда дәлелдедім дұрыс емес екендігін. Мен қазірде мына қаралып отырған нәрсеге категорически қарсымын. Тікесін айтайын. Мен Недропользовны 20 жыл басқарған адаммын. Бұл мәселенің бәрін біріксіздей білемін. Мына мемлекеттік интересті акционерлік ұйымға беру деген ол өте мүлдем қате. Әрине ол комитет министрліктің қарауында ол өзінің бастығынан артық шешеде шыға алмайды ақпарат. Ойлап қарағанда мына жерде мен бірінші соған байланысты мындай сұрақ қояйын деп едім. Мына жұмыс тобы, мен жұмыс тобына бұрын қатысқан жоқпын. Мынаны қай уақытта жіберді үкіметке қарауға? Және үкіметте кім берді бұны? Егер жағы берген министрлік бір үкіметтік адам берген болса, давайте мы будем разбираться с ним. С какой точки зрения он считает, что так это будет выгодно? Это категорически дұрыс емес. Бірнеше позиция бар, мен айта аламын неге екенін. Сондықтан мына барлығына үкіметтің қорытындысы бар деп, оны не үшін қарап отырмыз? Үкіметтің қорытындысы болса, біз жасаған бәріне как будто келіскен сияқты. Мына үкіметтің, мынаны беріп отырған үкіметтің адамы, ол үкіметтің жағдайын ойлайтын кісі емес. Өте дұрыс емес нәрсе, категорически ошибка өте.